Бердіқожа батыр. Бұрынғы өткен заманда қазақ қалмақ жау болып, жер таласы болып, соғыс үлкен болған заманда, жаушылық қатты болғанда, бір өзенге бұғы марал көп келеді екен. Бір маралды атып тастап, қайтып келе жатқанда, бір иен жерде, бір өзенде, бір топ жігіт өңшең әдемі киім, әдемі ат мінген жарасып келіп, күйеу келді, күйеу келді, күйеу келді, жүр, күйеу аман жүрсің бе деп араға алып, жүр деп ала жөнелтті. Есім шығып кетті. Айдап бір жотаны асып, одағы өзен екен, жамырасып ауыл қонып жатыр екен. Мынау күйеу келді. Тезірек үй тігіп жіберіңдер деп әлгі алып келген жастар айғай салып еді. Өңшең сұлу қыз қатындар жиылып келіп, бір үй тігіп жіберіп, жүр деп қамалап әлгі отауға кіргізіп, қыз қойып күте бастады. Күн батты. Неше түрлі тамақ пісіріп, қыз қатын бозбалалар ән салып, өлең айтып, екі-екіден айтысады. Ойын тарқап түн ортасы болған уақытта, мынау сенің қалыңдығың деп бір қызды қасыма беріп, екеуің ойнап күліп жатыңдар деп қолыма берді. Сонан мен қызға, сен менің қайдағы қалыңдығымсың, қай елсің, қай менің қалыңдығымсың, жөніңді айтшы дедім. Қыз айтты, сен бүгін өзің ұйықтамай сақ отыр. Содан кейін менің жөнімді сұра айтайын. Егерде көнбесің, саған қосыламын десең, рұқсат өзің біл дейді. Тәуекел не болса да мен сұлумен қосылайын деген ойыма бітіп, қызбенен қосылып құшақтасып жаттым. Бір уақытта ұйықтап қалған екем, оянып бас көтерсем, көзімді ашсам, әлгі ауылда жоқ, қойнымдағы қыз да жоқ, басымда үйде жоқ. Көшіп кетіпті. Ер-тоқымды басыма жастап, мылтығымды сүйеп қойыпты. Атымды арқандап қойып, бәрі кетіп қалып. Не қыларымды біле алмай, атымды ерттеп мініп жүріп кеттім. Елге келіп айтпадым, бұл не нәрсе болды? Жын ба, сайтан ба? Айтсам ел мазақ қылады ғой деп, әлгі аңға кісі жібертіп, арттырып алғыздым. Содан аңға бармай қорқып жүріп, күзге жақын тағы да барайын деп, сол өзенге келдім. Тағы да аң қалың екен. Бір бұғы атып тастап, қайтып келе жатсам, тағы да бұрынғыдай бозбалалар шулап келе жатыр. Күйеу келеді деп, күйеу аман жүрсің бе деп, жүр деп тағы да айдап келіп еді. Бұрынғыдай аппақ үйлер, саулап сауық қып жүрген қыз бозбалалар, күйеу келдіңіз бе деп үй тігіп қонақ қылып тағы қызды әкеліп, екеуің ойнап күліп жатыңдар деп бұрынғыдай тамақ беріп қосып қойды. Қалыңдығыма, сенің жөніңді айт, қалайша айтпайсың, өзің адамбысың, сайтанбысың, жөніңді айт деп сұрап едім. Мен қалыңдығың рас, бірақ мен әзір айтсам өлемін. Сен адам баласысың ғой. Бір түнге шыдап, ұйықтамай таң атырғанша шыдасаң, мен алып қаласың. Содан кейін мен жөнімді айтайын, егер ұйықтасаң тағы да айырыласың деді. Содан соң мен шыдаймын деп ұйықтамай отырдым. Таңға таяп қалғанда қалғып кетіп отыр едім. Қара басып ұйықтап кеткен екенмін. Күн шығып қалыпты. Тағы да баяғыдай атымды арқандап, ер-тоқымды жастап кетіп қалыпты. Енді қайтем? Мынау мені масқара қылды ғой. Енді адам қайтпаймын деп ойлап жасырып қойдым. Аңды арттырып алып, қыстай шықпай, жаз шығып, жер көгеріп, мал семірген заманда тағы да барайын деп тәуекел қып жүрдім. Бұрынғы иен өзенге келіп, бір құланды атып тастап келе жатсам, бір жотадан бір топ жігіттер шулап келе жатыр. Бір желмая түйеге мінгізіп алған әйел адам бар. Бір жігіт бесікті алдына өңгеріп алыпты. Қарасам, өзімнің әйелім сықылды. Күйеу шүйінші, міне әйелің аман босанды, міне балаң еркек бала, жүр ауылға шүйінші деп тағы да айдап ала жөнелді. Ауылға алып келді. Жаңа қонып жатыр екен, мына күйеуге үй тігіп жібер деп қайта алып келді. Бір кішірек үйді тігіп, мені түсіріп, кіргізіп, әлгі бесікті қасымызға кеп қойып, міне балаң, міне қалыңдығың деп тағы да күтті. Сонда қыз жылады. Апырмау, ұйқыдан күсөлі ме? Бір түнге неге шыдамайсың? Обалыма қалдың ғой деп, бүгін өлсең де шыда деп, бүгін ұйықтамай шыдасаң, мен алып қаласың. Содан кейін мен жөнімді айтайын деді. Сол күні ұйықтамай отырдым. Қыз бозбалалар ән салып, өлең айтып, тағды отырып, таң таяу болғанда тарқап кетті. Енді шыда, ұйықтама деп әлгі қалыңдығым жылап отырды. Бір уақытта қалып кеткен екем, сыбыр-жыбыр басылып қалған сықылды, шыдай алмай қалып кетіп отыр екем, үйді жығып, екі түйе қомдап, жүгін артқалы қызға кейін деп ұрысып, үйдің ішін буып түйіп тағы да кеткелі жатыр екен, оянып кетіп, ой, бұларың не деп сөйлеп қалып едім. Ой, байқұс күйеу ояу екен ғой деп тұра жөнелді. Күлісіп, сау етіп кетіп қалды. Сонда қолымдағы екі түйе қалды. Үйдің ішін буып түйіп қойған екен, бәрі қала берді. Ал енді айтам деп едің ғой, кәне сен сөйлеші деп қалыңдығымнан сұрадым. Мен енді айтайын. Біз Иран ғайып деген ел боламыз. Біздің ішімізде бал ашып, кітаппен сөйлейтін молдаларымыз болады. Солар айтқан, сен қазақ баласына берілесің деп. Біздің молда қожаларымыз сөйлеп,
соған амалсыз өзінің жолымен шариғат жолын қылған соң амалсыз көніп, сондағы бұйырған адам сен болып, мені қимай әке-шешем, бауыр туғандарымыз сені ұйықтатып тастап ұрлап алып жүргені сол еді. Мен сенен буаз болып, міне 1 жыл өтті. Мына бала сенің балаң. Ол бала енді қорықпа. Құдай бұйрығымен сенің балаң, мен сенің әйелің болдым деп жылап соны айтты. Сонан соң қуанып екі үйді артып алып, баланы әйелді алып елге келдім. Бағанағы құлынның биесін содан кейін арттырып алып, той қылып, қожаң берсе қойныңа сал деген мақал бойынша баланың атын берді қожа қойып, осылай үйлендім деп арық мерген айтқан екен. Сол бала ер жетіп 10-15-ке келген соң батыр болып неше түрлі өнер бітіпті. Бір күні түсінде ұйықтап жатып шошып ояныпты. Түсінде басына бір нәрсе келіп, ызылдап, шошытып, мазасын алып қорқытыпты. Шошып оянса түс екен. Бұл не нәрсе деп қорқып, түн болса ұйқы жоқ, ұйықтаса бір нәрсе ызылдап, шошытып ұйқы көрмепті. Содан соң басқаларға балаштырып, ойнатып, баққызыпты. Біреу анау деп, біреу мынау деп ешкім таба алмай жүргенде, ел ақтаған, аққу терісін кірген бір дүйвана келіп, ат үстінен айғай салып келіп былай депті. Берді қожа, сен бұл ызыңдаған нәрседен қорықпа. Саған дарағалып жүрген бұл сыбызғы екен. Сен өзінен қара қурай әкел. Соны сыбызғы қып тартқызайын. Сен сол сыбызғы дарыған соң бәрінің тілін білесің деген екен. Берді қожа барып 5-6 қара қурай әкеп дуанаға береді. Дуана үйіне түсіп, қурайды жонып, сыбызғы қылып тарттырған екен. Хайуандардың тілін біліп сыбызғышы болып кетіпті. Сол Берді қожа батыр болып, арық мерген баласы атанып жүріпті. Қалмақ қазақ жаушылық заманда жалғыз кетіп, жылқы алып, асқан жайшы болып, елге олжа салып, батыр ата қалған екен. Анық аты Берді қожа, ел қойған аты Бала батыр деп қойса керек. Нағашысы Иранғайып. Естуіміз арық мергенде, яғни басқаша да аты бар шығар, біздің естуіміз осылай деп айтады бұрынғы ұлы кәрілер. Жұтып ап, саптаяқтың өңі кірді жалт қарап қатынына әмір бердің әмір берді ай сусыным шала шарпы қанбай отыр құйғызып саптаяқты бірді бер жай қатыны түрегеліп тағы барды ай сабаны пісіп қолын алды тағы да 2 жігіт тосып тұрып құйғызып 2 жақтан алып барды ай тағы да қолын алып қағып салды үшеуі мұнысына қайран қалды ұстаған саптаяқты мөлшел құрса орташа кедей үйдің қазанындай жатыңдар тұнығыңдар өзіңше баратын жұмысым бар осы түнде қашам деп қолға түссең бас кесілет түбінде қаныңдарды өкпелеме орнынан батыр сонда түрегелді ай әйелі шекпен ұстап киіндірді артынан түскейіздің суырып алтынды ақ семсерін алып келді мініп ап тұлпарымен кетіп қалды үшеуі қымыз ішіп тойып алды қандай жанға кез келдік не болдық деп дәретке мұны үшеуі сыртқа шықты бір жігіт үшеуіне жетіп келді тапсырып батыр бізге күттеп кетті жөн айтпа жөн сұрама сөйлеспе деп жөн айтсақ кімде мың өледі деп ай қонақ жөніңді айтпа жөн сұрама ата тоным не болды деп жан ойлама ат тоным не болды деп жан ойлама бұйырған қонағаң жеп тыныш жатың батырдың өзі келіп сұрарымында бір қойды үшеуіне алып келді қонақтар батағыл деп біреу келді үшеуінің біреуі бетін сыйпап ай қазақтың келе жатқан ғұрпын етті бұл қойдың салы бетін түгел астай жарт етін үшеуіне жасап салды жарт етін батырға арнап құйрығымен бөлек жасап ертеңгі алып қалды алдына үшеуінің әкеп қойды ай жемей тұғын бағланды бейшаралар қолға түсіп қайғымен бұзған қойдай төсекті үшеуіне салып берді қымыз ішіп және де біраз тұрды тысқа шығып демалып қайтып келіп шешініп мұны үшеуі ұйқы қонды ай біреу айты тұрыңдар қашалық деп біреу айты тырбетпей жаталық деп біреу айты егерде қолға түссек бас кесіп қанымызды шашады деп үшеуі соны
сонымен таң атырды. Dem alıp betin жуып biraz turdu. Qanday zaman болады деп қорқып, қайтадан үйге кіріп шай отырды. Ай, шай ішіп отырғанда біреу келді. Батыр келіп қалды деп хабар берді. Ай, келіншек сасқалақтап атып шығып, бұрынғы әдетінше атын ұстап түсіріп ап, қатыны ере келіп есік ашты. Үшеуі түрегеліп сәлемдесті. Байқаса кісі түсі жаман екен, белуардан төмен жер қан боп кетті. Қатыны белін шешіп жеңін тартты. Қанды киім бәрінде жиып алды. Ай, сусын құйып жуғызып беті қолын, киіңіз деп таза киім алып келді. Отырды төсегінің енді алдына. Қатыны шайды құйды өз жанында. Бір жігіт сәлем беріп кіріп келді. Оғанда әмір сөйледі сөз бұлайша. Ай, жігіт қайты шығара барып келді. Атайылын босатып жайлап келді. Жанымда бір кісінің басы бар еді. Шешіп әкеп керегеге бұлай елдеп. Әлгі жігіт жүгіріп қайта барды. Қандыбас қанжығадан шешіп алды. Ай, көтеріп үйге келіп әмір мені апарып керегеге іліп қойды. Шайын жинап қатыны түрі келді. Екі көзі басты көріп сонда болды. Жүкке келіп сандықтан ақбұл қорап, жүгінің бұрышына кеп тығып қойды. Ай, батыр айтты қатыннан қымыз бердіп, шақырып жігіттерді тағы келдіп. Бұрынғы әдетінше екі жігіт батырға әкеп берді көтеріп кеп. Көтеріп бір қормен алдын алды. Бірдем алып жалғызақ қағып салды. Сусыным қанбады деп тағы берші, оны да енді құйғызып ішіп алды. Батыр айтты қатынына тамақ бар ма? Алып кел қонағасыңнан сарқыт қалса. Қатыны барып ас үйдегі бір астауыт көтеріп алып келді өз алдына. Ай, қолын жуып пышағын қолын алды. Білем деп жуан турап алды. Бір құйрық түгелімен оны дасқан. Қос турап шеңгелді енді салды. Қонақтарым келіңдер қолың жуып, бір геже қорықпаңдар көңлің суып. Жөн сұрашақ шығармыз қарым бөлі, өлімге қиыспаймыз. Ай, болып жауағала, ай, төртеуміз бір қосты алалықты, Сарқұлын көк қайнарға баралықты. Қапыда арманың кеткен шығар, бір жанжал сол арада салалықты. Бар болсам бақты күшің алысалық, болмаса шоқпар алып соғысалық. Үшеуің жаяу түсіп мені байла, өлімге сол арада қисалық. Ой, үшеуін табағына қосып алды, қол сұғып тамағынан біраз алды. Біраз тәует аппақ май жарт етеді, шеңгелдеп асады да қағып салды. Артынан және дағы қымыз ішті, тағы да екі саптаяқ мөлшерлісі. Шақыртып екі жігіт алдын алып, қосымды дайын қыл деп әмір етті. Қонақтың атын ерттеп дайындап кел, қоз сойып қымыз қойып торсықпен бері. Бәрінде дайын қылып қосымдартып, бәрінде дайын болғанда қабарым бері. Қымыз құй қонақтарға деді тағы, қымызды көп ішудің жоқ қой шамы. Кешегі қызыққаның атпен тоным, алыңдар армансыз қып мұны дағы. Бір жігіт даяр болды деп қабар берді, ал жігіттер кейін деп әмір берді. Қатыны тура салып киімін ұстап, киіндіріп қанжарын белін ілді. Төртеуі шыға келді умақ-шумақ, аттарым бір-бір жігіт тұрған ұстап. Қазмойын қара тұлпар қатын ұстап, батырды аттандырды қолтықтанып. Атына үшеу өстіп мініп алды, бір жетек азық артқан қолын алды. Кешегі келген өрдін жүріп, Сарқұлын көк қайнарға солай барды. Мен барып жер шалайын таза мекені, ай, сонау тау бастау еді жауға мекені. Артымнан сендердағы сол жерге келі, сіздерді сол арада күтем дегені. Қағетке қара тұлпарды қағып қалды, ойнақтап екі көзі отша жанды. Жорғасы ұшқан құспен таласады, тұяқтан тас батқанда от жандырды. Батыр кетті, бір айтты қашалық деп, бір айтты тәуекел қашпалық деп, бір айтты қашқан менен құтқарама,
ustasa kanımızda uşaşadı deyip, ey artınan münöşevi barat yetip, üşevi ölemizde viyesi getip, atının yerini alıp jalan açtap, moynakta demin alıp otur tüsüp, jigitler atlarыңды baylaşaygap, jetekten azık tüsür birin gaylap, жау тонап кеткен осы жерге, бір оймен ғой қалмақтар шыққан бетап, қалмақтар құзғындының аяғында, қырғыздағы келген жоқ Алатауға, қалмақтың жері берек алғызбайды, жаймайды жаудан қорқып саяғыда. Ей, ал жігіттер от жағып қатылды ас, қозының етін бұзып қатылға салы, қазан қайнап ет пісіп дайын тұрсын, жеңгеніміз кетерміз ішіп жебап, қымыз әкел сусындап алалықты, армансыз енді соғыс салалықты, жеңгеніміз өлтіріп қаза беріп, қарық боп қар қолжаға, ей қалалықтың алай, ай, біреу айтты біз сізбен алыспаймыз, жау болып армансыз боп салыспаймыз, кеше біз аямадық, алалмадық, бүгін біз арман сұрап жарыспаймыз, өзіңіз біл өлімге қиям десеңіз, өлтіріп өлім жаза берем десең, айтпасақ та жөнімізді біліп тұрсыз, өлтірмей жөнді сұрап қоямысыз, арман жоқ не етсең де енді бізді, дәм тартып қонақ болдық үйіңізде, айтпасақ та өзіңіз біліп тұрсыз, жіберіп қосам десең көбімізге, бар екен ғой ей жігіт ақыл қайлаңы, қайла қылсаң басыңа тер пайдаңы, ендіше жөнің сұрап танысалық, жігіттер жөніңді айтсаң, ой келдің қайдан ай. Ей айтайық енді сізге, жөнімізді найман деп өзің білдің елімізді, батырдың қабан байдай елін шауып түсірді қалмақ шауып белімізді. Бөгенбай Ерборанбай қанжығалы Баймұрат батыр барақ тоғасқа сай, Керейден Жәнібек батыр сол келебет інісі Қабан байдың Ердәулет бай. Жерге келіп қонған сол батырлар, ақшаптар қарауылға шығып тұрған. Бір жалғыз сары қолдан келе жатыр, дел келіп батырларға хабар салған. Біреуің барып кел деп парақ айтты, жалғыздың атын тартып алып кел деп. Жігіт бірге шапты, ол жаламыз, пышақ шықпасам да қалам ба деп. Біз бардық аламыз деп, сізді дағы қол кетті тосамыз деп арқарлыда. Біз барып сыбызғыға тұмау болдық, ескетіп тыңдай сыбызғыға. Сонымен үйіңізге айдап бардық, қой сойып құрмет қылып қонақ қылып. Мінекей көк қайнарға қайта келіп, беталыс жөніміздің бәрін білдің. Расақ болар болса шығып үнім, жігіттер мен айтайын ата жөнін. Баласы арық мерген берді қожа, шапанда жалғыз жатам менің өзім. Көруге Қабан байды құмар едім, бес алып шыққан екен қалмау жауға. Батырды шақырып келіп бірің барып, қонақ қып танысайын осы жолдан. Батырлар басы келсін қолы жатып, қонақ қып танысайын дәмін татсын. Алатын Қабан байды жау болмайды. Жатырым үйін тауда, жатырым үйін таудан айдабра.
қанды басты. Білдіңдер қатын көріп қамыққанын, көзінің жасын іркіп танып басты. Көз жұмып жантайып мен жатқанымда, ақ пұлмен орап шамғап тығып сапты. Ол басты қайтып алар, мен кеткен соң қасындағы ауылдарға хабар салар. Ол басты жуып шайып жана соқып, қабірлеп біз барғанша ой қойып қояр. Жігіттер құдайсыз іс бәрі жалған, артық сөз өзі білер бәрі дарман. Деген жоқ батыр барақ құдай білет, әкелдеп артымыздаун барда тонап. Кәнеки шауып тонап алғандығың, міне байқа аңғалдығын батырлардың. Үшеуің алдырдың да алмақ түгіл, қонақ боп үйімізге барғандығың. Айтайын сендер тыңда, мен жөнімді құдайсыз қылған істің бар арманда. Бір қызбен егесем деп мен де барып, бір нақақ менде ұрондым қанды басқа. Бар еді елімізде бір шешен қыз, құр болар алдырмаған қалжыңға сөз. Жеңіліп бәрде түгелі сөйтсек те, сайқығып жіберемейсізбенен біз. Қалмаққа жаушылыққа арнаушы едім, қазақтың жалғыз тайын алмаушы едім. Жайлатып сабазға мен күн жаудырап, қан төкпей қамал бұзбай айдаушы едім. Бір жүздей жыл қайтадық жауға барып, ел шетіне алып келдім жалғыз айдап. Ел көшіп жасыл жайлау қонған екен, ауылына шешен қыздың тура кепті. Мен жолда ұрынғам жоқ ешбір жауға, қымызға шөлдеп келдім амал бар ма? Жылқыны тастай беріп жетіп келдім, кез болдым бейі бауда ой шешен қызға. Келдің бе қожа батыр есен аман, көп болды сіз кеткелі талай заман. Белгілі мұра жолмен сауғалалық, ауылға кеп қалған соң айты барман. Сауғаңдал ауылыңа жүр шөлдеп келдім, мал тұрғай тілегеннің бәрін бердім. Аш кісі ұрсқақ болар жарықтарым, болған соң ойнап күлгін қымыз ішіп. Жақынға көз салама қожа батыр, қаздан тоят аққуды да атып алсай. Жан адам көз салмаушың жалғыз күнде, қосаттай болған күнде еске алама. Шырағым сөзің қандай аңғарайын, шаршап келдім ауылыңа тез барайын. Қосатты деп айтқаның ойландырған, есіме бір алайын кезім келсе. Атанған кемеңгерер қожа батыр, сертінен бұзылмастер батыр айтса. Кезім келсе есім алам дейсің дағы, уағдай болсын батыр қолыңды бер. Сөйлесіп келе жатып көңіл бөлдім, батыр аңғал деген сөзді енді білдім. Мен қайтып көргенім жоқ айтқанымнан, еңкейіп ат үстінен қолым бердім. Батырға қалжыңымнан танысайын, кез болып ошаған бұр жабысайын. Батырдың сөзі екі бола қалмас, ауыл бір топ шеңгелден табысайын. Соны мен ауылына міне келдім, бар еді ағалар бәрі келді. Қымызды тегенемен құйып жатыр, шарамен бере берді шын орнына. Әкеліп бір семізді және сойды, бір сабақымыз әкеп бір-ақ қойды. Қозының етін түгел асып әкеп, астаумен алға қойды бір-ақ сары. Түп түгел барлы
жасап берді. Шеңгелмен асағанда әрбірінде түк қоймай тігілімен қағып салдым. Ілесіп екі ағасы малға келді, айдасып алға салды малды жиып. Ол жаяп ағайыннан көргенім жоқ, тестай өз олжасын алып келді. Малайдап аман есен үйге келдім, сауға деп ағайындар бәрі келді. Өзім аз тиесілі мал алдым да, түп түгел ағайынға ой бөліп бердім. Айтайын үшеуіңе бастың жайын, сол қызға бармақ күнім кешен қайым. Келмеді көп отырдым айтқан жерге, салым қыз алдайды деп не қылайын. Қызды іздеп барайын деп ыза болдым, үйінен қызды қарап табайын деп. Жібермей қалған болса бір тамыры, залымның басын кесіп алайын деп. Қаңтарып тұлпарымды қойдым байлап, қол қалдым қанжарымды менің қайлап. Өзінің төсегінен таба алмадым, үйінен келдім қарап ағаларын. Үйінен таба алмадым екі ағасын, үйіне соған бардым кенже ағасы. Оң жақта бір жігітпен құшақтасып, екеуі ұйықтап жатыр, тауып алдым. Жасынан ойнап жүрген тамыр болса далада, тостыратын мені босқа. Аттанып кетпес педім өз жөніме, деп маған хабар қылса ой бара алмадым. Басын кесіп алайын деп ыза болдым, екеуінің қанын шашып қарайын деп. Денесін сүйреп барып басын кесіп, шоқ қылып суға апарып салайын деп. Жігіті кеңірдектен ала түстім, қыз шошып мені біліп қашып шықты. Жігітті буындырып сүйретіп кеп, денесін суға тастап басын кестім. Қанжығама байлап келдім, басын кесіп атыма мініп алып шөге салдым. Кім екен кескен басты қарайын деп, таң атып күн шыққанда ой көзім салдым. Қарасам залым қыздың күйеу екен, өмірлік Алла қосқан күйеу екен. Қатеден қайран жастың басын кестім, ойлап ем тамыры да ой біреу екен. Деген сөз қанға құмар батыр, аңғал жазықсыз жас төлтірдім, не амал бар. Күйеудің басын тықты қатын танып, нақақтың қаны мені қашан соғар. Мен өзім жастық жолға жүргенім жоқ, жастардың соңын еріп көргенім жоқ. Бекерге кетер деген ер қайраты, сон естіп көңілімді ой бұрғаным жоқ. Адамды сайтан залым азғырмай ма, осалдар оған ерген бұзылмай ма. Кісіден не өз өліп күз өлтіріп, сандарын бір ұрмай ма ой бармақ шайнап. Мінекей мен да қаздым залым қызға, кез болып шаршап келіп бүйі бауда. Егесіп күйеуінің басын кестім, боялдым аңғалдықтан қызыл қанға. Айтайын сыбызғыдан әңгімемді, сыбызғы жас күнімнен дарығанмын. Жасымда шырт ұйқыда жатқанымда, бір нәрсе басыма кеп ызылдаған. Оянып түрегелдім, шошып кетіп қызынып, әлсіретіп өліп талдым. Айғай мен әке шешем бәрі тұр
естісімді. Айғай салам жүрегім, көңілім алаң, ішім толып, айрылып ақыл естен қалсам керек. Бақсы сынап келді маған ойнамалы, бақсы ойнап өз жынына шақырыпты, тез тап деп жындарына ақырыпты. Даритын сыбызғы деп ызылдаған сыбызғы тарттырыпты қара қурай. Жазылып кепкен ішім, содан кейін түзеліп сыбызғыға болдым бейім. Асқыртып сыбызғаны қолға алғанда, елтісем соған ауып түк білмеймін. Сарағаш сабықайың қызыл талдан қидырдым 12 ағаш бұтағынан. Сар жезбен сылдырмақты сыртын қаптап, күй тартам 62 алуан. Тартқым кеп сыбызғыға көңіл бөлдім, асқырсам еш нәрсені білмей кетем. Дарыған сыбызғының күші менен сөйлесіп төрттілік мал тілін білдім. Үшеуің кез келдіңіз, кеше маған көңілім күйге ауып кеткен заман. Үстімде сауытым бар, 7 қабат, мені жау алмайды да баста қалған. Біткенде күй аяғы, есім жидым, үшеуіңді сонда білдім ұрып жүрген. Сыбызғымды тығып алып, қонышыма азырақ қамшы менен ұрыс салдым. Үшеуің үйге барып болдың қонақ, мінекей жақын болдық жөнді сұрап. Көк қайнар өзің қонған, алып келдім соғыса берейін деп. Арман сұрап Айтайын әйелімнің тағы жайын келеді айтуыма сөз ыңғайым. Үйленсем әйел алсам деп ойладым, қыз іздеп көп қаңғырдым, не қылайын ой. Ақылы мінезіне сай сұлуды алсам армансыз өтер едім бұл жалғаннан. Өңі сұлу ақыл жоқ, шадыр мінез басыма қорғыларда ол да арман. Сонымен қыз жақпастан жүрдім бойдақ, әке шешем боп жүрді түрік қабақ. Қыз жақпай өйістіп жүргенім мезгілімде үйіме бір-ек үш кісі келді қонағай. Ат сұлу киім жақсы, өңшең шешенсіз бісіз қожа батыр даңқын кеткен. Кіші жүз алшын жаппасы ел боламыз, жыл қалдырып даңқыңды іздеп келген. Алдырдық 100 жылқыны өңшең саңлақ, жау еді біздер менен қара қалмақ. Батыр бар жалғыз жатқан берді қожа деген соң іздеп келдік ақыл сұрап. Мен өзім жаушылық қып жау алмаймын, бітіріп шықсам мал алмай босқа айтпаймын. Мұсылман қазақ ұлты туысымнауын, мал алып жалғыз тайын ұрламаймын. 3 жігіт сөзге көсем, өңшең шешен малына сеніп маған іздеп келген. Атағың зор болған мен өзің жассың, үйлене алмай жүруіңе себебі неден беруге жүргенім жоқ, малын таппай қыз іздеп көп сандар алдым әр алашқа. Ақыл сай мінез сай жан қиярлық, басыма алайық жан жүрмін таппай. Іздеген балаңды айтсақ
Барар медің жолаушы бізден сөзге нанар медің. Ақылы сай мінезі сай сұлуды айтса қол жетіп қожа батыр алар медің. Дәл болса айтқан сөзің барар едім, мінезін өзім сынап қанар едім. Бәле жауып баласын бермей қойса қопарып елдің шетін шабар едім. Ендеше алшын жаппасы біздің елде бір бай бар, дәулет асқан барша елден. Баласы қоңыраттай болыс еді, баласы бір ұл бір қыз артық еді. Нұрила бірге туғаны қарындасы, басы бос әлі күнге жоқ құдасы. Өзімнің теңім тауып кетемін деп жанға құда болмайды атанасы. Жолы бар 9 күндік, іздеп барсаң тура жол 5 күншілік, тура салсаң шөлі бар 3 күншілік, ат шыдаса 5-ақ күнде барасың жолын тапсаң. Ойладым алшын жаппас барайын деп, мақтаған Нұриланы көрейін деп. Бұлардың айтқан сөзі дәл боп шықса, бұйырса Нұриланы табайын деп. Үшеуіне 3 жорға атты бердім, дос болып қол алысып қоя бердім. Кешікпей жүрейін деп көңіл бөлдім. Жылқыны сыбызға алып араладым, тұлпарды шөлге шығар табалмадым. Табалмай көңілім қайтып келе жатты, бір шалға жол үстінде ұшырадым. Сол шалға сәлем беріп тұра қалғам, шал тоқтап амандасып тайым бұрған. Мінгені еті арық қара дөнен, 2 көз от сақылды жанып тұрған. Сенбісің бала батыр, берді қожа ақсақалды жөнін айтты сол арада. Шығып ем сыбызғы мен ел аралап, ақсақал күй тартайын біраз ғана. Сөйлесіп дөненнен тіл алайын, нағыз тұлпар болса егер аңғарайын. Жолыма 3 күншілік шыдар болса, бұл шалды риза қылып мұналайын. Ысқырдым сыбызғыны дөнен дойлап, шал отыр тартты деп мені сыйлап. Есінеп дөнен сөйлеп қоя берді, алсаң мен шыдар ем деп жас домалап. Шешем тұлпар биекен жаудан қалған, сол биені осы шал тауып алған. Сонан туған мен тұлпар құлын екем, қысы жаз бермейді тақымынан. Егерде шалдан алсаң ұнар едім, батыр жауға мінсе деп құмар едім. Шалдан шығып қолыңа түсер болсам, шөліңе 5 күншілік шыдар едім. Сөйлесіп сыбызғымен тілім білдім, дөненнің арық екен мініп жүрген. Жауға мінер ат екен күтім болса, сатыңыз толық баға берем дедім. Енесі жаудан қалған арық бие арықтап кең шөлдеген. Жүрген кезде кез болып 3 күн қуып ұстап алдым, құлындаттым байлап ап жіберместен. Дөненім заты тұлпар содан туған, енесі өліп қалды сол аурудан. Семірсе дөнен қашып кетемедейіп, шедерден босатпаймын үйде тұрған. Сатайым бала батыр, мінем десең, қызығып затын танып көңіл бөлсең. Батырдан атаяған жөн болама, май қабысқан жарамды 3 ат берсең. Ақсақал тұлпарыңдап алдамаймын, сөйлестім сыбызғымен білдім жайын. 3 қырат 1 қысырат мен берейін деп едім, шалым сонда күлімдеді.
Ол дөнен осы тұлпар астымдағы жорғасы ұшқан құспен таласады. Ер серігі ат деген ей жігіттер іздеуге дайындалдым нұриланы. Дөненге екі арық дөnen қостым, үшеуін жайлау тауға айдап салдым. Бір айдан соң мініске жарайма деп қосқан екі дөненнің бірін сойдым. Сені бемшілігіде ағармапты, тұлпар жетіп ақсүйек бола алмапты. Жігіттерге ұстатып жарат дедім, екеуінде ұстап барық депті. Шыдамай 7 күнде тоқым салдым, жаратып жануарды мініп алдым. Тер шықса алып қашып жоғалады, алысып ауыздықпен қолталады. Іздеуге нұриланы дайындалдым, жаратып әлгі дөненді қосар қалдым. Шөлге шықсам су құйып алайын деп жылқының терісінен месті алдым. Азыға 5 күншілік жолға шықтым, жол сұрап 3 жігіттің жөнін ұқтым. 2 меске су құйып толтырып алып, шөлге кеп 3-ші күн тақым қыстым. Тұлпарым алсады, ауыздықпен жетегім әрең келет судан ішіп. Бірақ күнде 3 күндік шөлден өтіп, өкірген бір өзенге келдім жетіп. Өзенге түсе қалдым, сол арадан үлкен су, екі жағы орман тоға. Тұлпардың елін алып қоя бердім, тынығып оттасын деп біраз ғана. Су ішіп жатып қалды, ұйқы қысып суарып қанжарымды қасым алып. Жастанып ер тоқымды басым айыр, тарпып тұр тұлпарым кеп шатырлатып. Ұйқыда бір айда қар келген екен, тұлпарым оны көзі көрген екен. Және кеп аяғымнан ұрып тұрды, езуін шатылдатып тұрған екен. Аузынан бір аяғым шығып қалды, қорқырап белуардан жатыр басып. Суырып дайын қойған қанжарымды, аузына айдақардың қалдым салып. Айдақар мұны біліп жақындайды, басыма қайтпаймын деп лақылдайды. Мен дағы қанжарымды ырғап едім, айдақар қабырғасы шатырлайды. Жер қауып тұлпар келеді ұшқан құстай. Тау қалып су аяғы дала болды, қалың мал сол өзенде жатыр сыймай. Қуандым елді көріп ұя құдайлап, мал түскен кезең жолға шықтым ойлап. Кезеңге шыға келсем ар жағында ауылдар аппақ үйлер жатыр жайлап. Тұлпардан әлгі жерге түсе қалдым, шешініп жау киімді тығып алдым. Жай жүрген жолаушы боп барайын деп, құр жүннен таза киім киіп алдым. Алдымда бір ақ үйге тура келдім. Түсе қалып тұлпарымды белдеу келдім. Сұраумен елдің жөнін білейін деп, есіктен сәлем беріп кіріп келдім. Отырдым төрге шықпай тізе бүгіп, бір семіз бәйбіше отыр жастық қойып. Қадалып бәйбішеге амандастым, бәйбіше амандастың, бас көтеріп. Ай бала түсің суық жыландайсың, қобалжап ойың бөтен тұра алмайсың. Бұл елдің адамынан түрің бөлек, шырағым жөніңді айтшы қай баласың. Бәйбіше оның рас, мен жолаушы, шанышқылы шыққан жерім көк бояушы. Үйірін қысырақтың жау қалдырып, мал іздеп келіп жүрген мен жолаушы.
Осы ел алшын деген ел болады, екара сіздің елмен шөл болады. Мал алып шөлден өтіп келмек тұрғай, басына барған адама ай зар болады, зар болады. Ал осы елдің үлкен байы маман байды, өзінде 5000 жылқы құлын тайлы, баласы қоңыраттай билеуші еді. Ой, билеп тұр ұлық болып елгін қайлы. Ауылы Мананбайдың жақын жерде, тап болып бір болыс ел бәрі кепті. Әй балам сонда барып көпке тапсыры, менің де балаларым соған кетті. Жолаушы мүсәпірді көзің ілдің, баламдай бола ғой деп көңіл бөлдің. Тез барып топтар қамай тапсырайын, келемін қатты шөлдеп сусын берген. Бәйбіше сонда орнынан түре келді, сабаға иіндеген қолы тиді. Піспеген қағып пісті дағы, құюға бір шараны қолын алды. Жүгіріп жетіп бардым шыдай алмай, болайын мен қолғанат әй апатай. Шарасын қолындағы қолым алдым, сабаға тосып тұрдым сол арадай. Шараны мөлдіретіп құйып берді, ашқарақ әрі тұр деп әмір қылды. Ішейін осы жерде апатай деп, шарасын бірақ қақтым көзім көрді. Мал үшін тентіреген мен жолаушы, жан болмас осы күнде бізден сорлы. Сусыным қанбай қалдау әй апатай, ой толтырып шараңызбен тағы берші. Піспекке бәйбішенің қолы тиді, толтырып тосып тұрмын құйып берді. Демалмай бірақ қағып салып едім, суың жарайды екен балам деді. Сусыным шалағанды қымызыңа, мас болып ойымда жоқ бұзылуға. Жалындым тағы дағы бірді берші, мен мұсабуда жүрер ұлыңызда. Бетіме ажырайып бір қарады, шараны ұстап тұрмай құйып берді. Тағы да бірақ қағып салып едім, жұтысың жарайды екен. Ай балам деді, ай балам деді. Батырлық бәйбіш айтты, ұрыспысың, ішуің жарайды екен қуыспысың. Қарасам ішуіңі қуыс емес, шырағым елге келген жоғыспысың. Үйірі қысырақтың 25, қайран мал ойлап кетсем естен кетпес. Қара көзі жорға айғырмай, айдасам сойыл алып су төгілмес. Малымның келіп едім ізін қуып, қалып тұр бұл малымнан көңілім суып. Маманға бараты ғой жолы қайсы, тарқамай тапсырайын ай топқа барып, ай топқа барып. Ай мына бір есік алды кезеңді ассаң, мына бір есік алды кезеңді ассаң, ар жағы жәледе өзен құлдап бассаң, өзенде аппақ ауыл көрінеді ау, табасың манан ауылын соған барсаң. Атыма атып шығып мініп алып, өзенді ой кезеңді асып құлдап салдым. Айтқандай сай аузына шыға келсем, сол жерде аппақ ауыл жетіп бардым. Байлаған аузында қалың бие, ажырағырақ ауыл көрінеді. Ауылдан бір топ жігіт шыға келіп, биеге келе жатыр әлгі жерге. Ауылдан бір топ жігіт шыға шауып, биеге келе жатыр әлгі жерде. Алдынан мен де жүрдім тура қарап, астына мінгендері өңшең құрат. Қолында торшық менен көнегі бар, ауылымыз топ болып жатыр деді бірақ. Ей ойладым малды қырып болды тойын, мырзалар малай мынау бұдан да қап. Барған мен теңгереме түрі құйын, бір жерге тауға барып бекінейін. Таң ата ел шабайын соғыс қылып, содан соң таныр мені ойын алып. Бейшіге өкпе қылып ұрыс салмай, көрейін нұрларыңа үйге барып, үйге барып.
ойланып бой тоқтатып жетіп келдім, топ-тобат қалың кісі келіп көрдім. Терекке тұлпарымды байлай салып, есікті сәлем беріп кіріп келдім. Кіріп кеп сәлем берсем қарамады, дулаған қымыз ішіп сабаздары, алдында төсегінің бір бәйбіше, бір маңғаз жастық қойып, әй отыр әлгі, отыр әлгі. Ал отырдым, босағада қарамады, көзгіліп ешбір адам санамады. Үш жерден қымыз құйып ішіп жатыр біршіні, қымыз бермей алалады. Ыза болып қанжарымды алайын деп бір қарғап, ортасына барайын деп қанжарлап, апыр-тобыр соғыс салып, үй ішін қан жосағып салайын деп, ал тұлпарға атып шығып мініп алдым. Шығайын бет ашыққа айқай салып, алышып атып, әрбір жерден қырып тастап, сонан соң сөйле-сөйле елші салып, ыза боп кеткен екем көңім қашып, ішімде қанжарыма қолым салып, анау бір босағада бал отыр ғой, өңшіңейт ескермепсің ойың алып, қымызды алдымдағы алып берші алдына, тегенменен қымыз құйып сұрармын, өз жөнін танысармын. Ашудан болушы еді ақыл жақсы шынысын сыйлап берген ішіп алдым, апырмай бұл қалай деп ойға қалдым. Қымыздың құйып берген шарасымен шарасын ұстай алып қағып салдым. Бәйбіше көзін тігіп көңіл бөлді ақырып, малайлары ашу олды жүрген ғой, арып шаршап жолаушы ғой, шарамен толтырып ап тағы берші шарасын ішіп алып, ұстай алып. Бәйбіше танығандай сабыр сақтап отырдым, іс аяғын күтейін деп. Бәйбіше жан тартқандай ойым бөліп, сабыр қылып бір жігіт сонда есіктен келді кіріп, байбатша ноғай келіп тұр еді деп, рұқсат болса түсем деп амандасты қарсы алып. Байбатшаны қабыл алды бір ноғай, есік ашып кіріп келді. Әдемі үсті басы сап-саралы, арадан қақ жарылып орын берді. Бәрі де байбатшаға амандасып бергенде қазіретке қол жабырласты. Ал бір адам мен барғанда кез болмап еді ноғайға, шоқынғандай шуылдасты. Байбатша жүз түйемен келдім деді, түсіріп жүкті жанға үйдім деді. Жүгіңнің бәрін төк дегеннен соң қос тіккіз бойы бір қарап жүрдім деді. Қарсы алып қымыз құйды байбатшаға шешініп, қымыз ішті сол арада. Үстінде төсегінің нұрила отыр, шешесі төсегінің дәл алдында ғұрып еді. Мұсылманның сәлем берген, жөн сұрап аманнан соң кімсіз деген. Ай ноғайға қарсы алып қымыз құйып, еш адаммен келгенді көз кілмеген. Ей ноғайдың он саусағы алтын балдақ байлаған, бұлын айтып мақтанып ақ, екі көз байбатшаның нұрилада қарайды. Төсек жаққа жалтақ-жалтақ құманап су құюшы үйге келді. Су құйып дастарханды жайып берді, табағап сап-сарала өңшін қазы әкеліп, 3-4 табақ қойды. Байбатша қолын жуып төрде отырды. Ай отырмын босағада мен үнсіз тіпті, ноғайдың он саусағы алтын балдақ суырып дастарханға үйіп қойды. Бір жанжал көз күлмеді салайын деп, суырып қанжарымды алайын деп, шоқынған байбатшасын басын қағып тартуғып табағына салайын деп, бір қолым қанжарымды ұстап алды, бір қолыма басу салды. Байбатша маған қарап көзін салып, анау бір босағада бала қалды. Ей бәйбіше бір шараны енді алдырған, алдында табаққа етті бөліп салған.
Өңшіңмасы елірмелі байқамайсың балаға, ой, ана тұрған апары соғаны. Ей, адамда ашу қылса ой қалама, шыдамды сабірлерлер бос қалама. Ер затын танымайтын надан қалық сөйлесіп, танысам деп ой салама. Сөз естіп бәйбішеден сабыр қылдым шарада, қазғарта қолым алдым шеңгелдеп, екі ағасап босаттым да ыдысын малайларға бере салдым. Бәйбіше бір жігітке жарлық салды, табақты үйден шығармай жиып алшы. Астауға бәрін жиып толтырдағы, ан отырған балаға алып баршы. Табақтан қайтқан етті жиып алды, толтырып бір астауға үйіп салды. Бәйбіше көріп отыр толтыр деген, ол жігіт алды мәкеп қоя салды. Астауын алдым енді тартып алдым, сыйынан маған берді деп ойым алдым. Шеңгел әрбіріні асадым да, астауын шол жігітке ысыра салдым. Ноғайда бәрі тамақ ішіп болды, алтын балдақ дастарханда жатыр еді. Базарлық деп ауылдың боз баласы, қолдарына бір-біреуден салып алды. Алыңдар деп байбатша мәз боп қалды, түрегеліп жанғалтаға қолын салды. 10 балдақ жанғалтадан және алып, санап алып қолын киіп алды. Ноғайдың сұлдыраған сол бір сөзі, нұрила төсегінің үстіндеді. Қобылып қоразданып түсім бұзып, нұрлада бәйбішенің екі көзі. Ойладым нұрилы екен ноғай дертім, қыз ұзатып қыз бермек қазақ құрпым. Ерегіскен екердің бір өлет деп, көзірмін идергенмен ал мұртымды. Ал үйдегі қалың кісі бәрі шықты, жалғыз-ақ мен қалыппын мен бір мықты. Әй балам қылғандай боп отырасың, жөн сұрап жөн білейін төрге шықты. Отырдым содан кейін төрге шығып, бәйбіше жөн сұрады сөзбен қуып. Ол елдің баласына ұқсамайсың, шырағым қайдан келдің, қайда жүртіп. Бәйбіше жоқ жоғалтқан мен жолаушы, шыққан жерім сұрасаң көк бояушы. Қырық қысырақты алдырып, келіп емден келген ау мен сұраушы. Әй шырағым біздің ел сіздің елге бара алмайды, ұл тауып онан жылқы ала алмайды. Шөлі бар өте алмайтын жеті күндік, бұл елге келсе малың жоғалмайды. Мал іздеп кепсің балам ұзақ жерден, қалайша өтіп келдің қиын шөлден. Бұйырған қонақ алаң жеп тынық балам, келген болса тапқызып алып берем. Шақырды бір жігітті үйге кірші, толтырып тегенменен қымыз құйшы. Мынау бір қонақ бала жолаушы екен, шын орнына шарабын құйып берші. Бір жігіт тенегенмен қымыз құйды, көтеріп түр алдына алып келді. Тегенемен шараға қымыз құйды. Іш қонағы ай деп қолыма әкеп берді. Игигай, игигай, игигай. Ал шарамен үшті күшім құйып берген, нұрила төсек келген.
Бәйбіше айтты жайласып отыр балам, арып шаршап келіпсің алыс жерден. Билеуші осы елдің менің балам, мал үшін көңіліңді қылма алаң. Бүйрығың қоналқыңда же қонақ шырақ, кісі қосып берейін ертең саған. Ауылы ол банамның түстік жерде, жатасың еру болып өз үйіңде. Келген болса өз іздеп тапқызады, жоқ болса сендер еді өзіңізде. Қысқа шығып атымды жайғап келдім, керегеге қоржынымда кебілдіп. Жақын болса байбатша келер бүгін, мен соны аңдайын деп көңіл бөлдім. Бай келді мал жиысып сонда үйіне, сәлем бердім сәлеміп шықты төрге. Малдан басқа ешкіммен жұмысы жоқ, екі бөліп түйеніп жайдым деді. Ал бәйбіш айтты қораға қой келді ме, екі қора ауылға келді деді. Бір жігіт жұмсады сол бәйбішеге, бір семіз қозы таңдап әкел деді. Байғымызды ішіп боп малға кетті, әлгі жігіт бір семіз қоз әкелді. Менен үлкен емес қой қонақ бала, өзім бата қылайын бұған деді. Бәйбіше қолын жайды, мен де жайдым, айтқан мәнім бола ма деп ыңғайлаймын. Күбірлеп кеп отырсам бетін сипады, көрген түсім келді ме деп ойлаймын. Бай келді, етте пісті, қазан түсті, қоз етіне қазы сап асырыпты. Бәйбіше 3 табаққа жасатты да, бір табақты қонаққа апар деді. Бай айтты, әй бәйбіше, сен қалайсың, 3 табақты толтырып бет жасайсың. Бірі қонақ, біреуі өзімізге, иесі жоқ бір табақты не қыласың? Бәйбіш айтты, табақта жұмысың не, назарың шығып көзің көрсе. Қонақтың қос табағын апарып қой, әй жігіт бірге отыр өзіңде жем. Ай сынамаққа бергенін енді білдім, 2 табақ талдыма тартып алдым. Кесек-кесек турадым, 2 үйінді жан жағыма қарамай шеңгел салдым. Бай екең баған қарап 2 көзі, сөйлесіп білгенді жоқ біздің жөнде. Түк қоймай 2 табақты түгел жедім, бәйбішенің дәл болсын деп айтқан сөзі. Артынан қымыз берді бір тегенге, оны ішіп алдым әлгі жерде. Бәрі де тілден қалды қауіптеніп, боп отыр шошығандай ішіп жеуге. Бәйбіш айтты, қарағым Нұрила жан, мына бір бала кепті алыс жолдан. Нұрила төсек сап бер ұйықтап алсын, арып ашып шаршап жүрме мал жоғалтқан. Ей балам, алаң болма атыңыздан, қай уақытта қой десең айтшы мұнан. Таң атқанда сыпырып саласын ау, атым ұзап кетпейді қораңыздан. Төсекке тор алдында соған келдім, шешінбей киімшең жата кеттім. Жақын болса байбатша келер бүгін, арман жоқ ұстап алып басын кессем. Ай үй іші ұйықтағанда түре келдім, жүгінен 2 сандық бұзып алдым. Нұриланың төсегінің алдын әкеп, білдірмей қызбен қатары төсек салдым. Суырып қанжарымды сүйеп қойдым, байбатша келерсің деп көңіл бөлдім. Сыбырлап сонден кейіп біреу кіріп, шымылдыққа кірді деп қолым берді. Нұрила деп маған кеп қолын салды, қыз болып мен жатырмын танымады. Нұрила жаның құрбы жасың кіші, шындықпен жауабыңды айтмаған енді. Мінеки 4 жыл бойы сөйлескелі, ел жұрттың бәрі ұнатқан жаным бізді. Жігітіңе базарлықты тапсырыпсың, түгелдеп алып келдім бәрін міне. 2 сырған шырағым 300 ділда, білезіктің 2-і 1000 ділда. Әрең таптым тауардан неше шерден, мінеки 2000 сом алтын алға. Тапсырған базарлығың ал қолыңа, шырағым шыныңды айт жаныңды қылма. 3 жылда 3 миллион ақша шаштым, бірақ айт жақтырмасаң осы жолда. Расақ бір мен үшін шаштың малды, жігітімнен тапсырғаным рас деді. Тапсырған базарлықты қолым алсам, сонан кейін сөйлесермін басқа жөнде. Ай ноғайым сонда сөзге нанып кетті, түрегеліп жан жағына қалтаға қолын сұқты. Тапсырған аманаттың бәрі осы деп қолыма 2 уыстан салып берді.
Алдымда жан қалтама тығып алдым, байбатша еркексің бүгін нандым. Бардағы төр алдына шешініп кел, төсекте сөйлесейік басқаларын. Қуанып ноғайсанды нанып кетті, барды да төр алдына киім шешті. Танымай мені қыз деп аңғал ноғай, төсекте жатамын деп жетіп келді. Білгізбей ноғайды ұстап алайын деп, сүйретіп үй сыртына барайын деп, табынған байбатшасын басын кесеп, денесін суға қызып салайын деп. Қыз қандай, мен қандай, дене қандай, әліпті сезген жоқ сорлы ноғай. Көйлекшең ыштанымен киім тастап, мойныма көрпен ашып қолын салды. Ұстасам өңдіршектің қос бармақтап, өлтірсем басын кесіп байбатшаның. Шешініп киімін тастап жетіп келді, еңкейіп ала бердім мен қанжарды. Қанжардан ноғай сорлы ұстай алды, қыз емес екенімді біліп қалды. Қанжарда қолын кесіп кетсе керек, шошынып тыр жалаңа шыға қашты. Шықтым да шымылдықтан түрегелдім, ноғайдың бар киімін жиып алдым. Орнына екі санды қайта жиып, төсекте төр алдына қайта салдым. Әгәгө бұ қайта бұ салды бай. Базарлығап қызға бардым, ұятып Нұриланы жауап салдым. Жігітіңнен базарлықты тапсырыпсың, мінеке алыңыз деп алып бардым. Байбатша қалай деген жөніңіз деп, тілдескен бүрін барма сөзіңіз деп. Білетін сыртымнан сені жігітім болса, апарып өз қолыңа беріңіз деп. Расақ тілдескен жоқ бұрын саған, ел жұртың берем деген бәрін маған. Сен үшін 3 миллион ақша шаштым, сен алмай кет алмаймын бұл арадан. Апырмай сөзің қалай бөтен заттай, сатпақшы малға мені бәрі сырттай. Бөтенсің ноғай емес шыныңды айт, ноғайға мұндай мақтан түсіп қаппай. Ноғай сен айттырып алам деген, ел жұртың әке шешең берем деген. Бергем жоқ босқа малды, бір сен үшін бермесе мен еліңді көрем деген. Ойласам сен қонақсың, затың басқа, шырағым жөніңді айт, атың сатпа. Апамның көрген түсі келді мекен, ноғайға мұндай мақтан түсіп қаппа. Ендеше мен қонақпын шыным дедім, сен едің менің дағы жөнім дедім. Нұрила өзің біліп сұраған соң, мен дағы шынымды айтып келіп едім. Аралап жүріпсіз ғой талай жерде, алтарыз төңірекке жүрген болсаң, батырды берді қожа білесіз бе? Аралап алтарызға жүріп едім, батырды берді қожа көріп едім. Бар еді ол қожада не жұмысын, қасында жолдас болып еріп едім. Нұрила бір күрсіні көңілдендей, атамның айдап келген көк берісей. Батырды берді қожа көрген болсаң, бар екен ол батырдың не белгісей. Қожаның қатты өнері сиқыр едей, тартқанда сыбызғыны қызушы едей. Шын тартып кеткенінде ащы күйді, төрттілік мал шуылда көруші едей. Қонағым сол қожаны табар медің, ертіп осы жерге келер медің. Батырды берді қожа тауып келсе,
саған берер еді. Нұрила қиын екен сөз ұғысың, затыңыз таңдағандай ердіңісін. Батырға берді қожа сонша зар боп бар еді, онда қандай көп жұмысың. Айтайын ол қожада жұмысымды, қуанып көрдім деген жүрісіңді. Мәнінен ұлдан біреу, қыздан біреу, айтайын екеу ақ біз туысымды. Осы елдің болысы сол билеп тұрған, қайыр жоқ жанға батса жиған малдан. Ағамыз 3 жыл болды науқас болып, түн болса ұйықтамайды сол сырқаттан. Түн болса ішке беді іші толып, емдеді талай бақсау талай келіп. Батырдың берді қожасы бызғысы, сонанда деген бақсы ойнап жүріп. Батырды берді қожа тауып алсаң, тартырып сыбызғыға құлақ салсаң. Ада боп үзіліп босы жазылғаннан, обалы менен босын содан қалсаң. Қожада осы еді жұмысымыз, іздедік 2 жылдай жүрісіміз. Табылып қожа батыр дерт жазылса, жан құрбан ағам үшін ай туысымыз. Берді қожа жұмысым менің, сенет келген мұнда. Қыз жақпай ешірудан сені естіп, келіп ем көрейін деп осы жаққа. Қожекай олай болса берді құдай, нанайын көрсетсеңші сыбызғыңдай. Жазылса ағам дерті ай сыбызғыдан, ұстармын ат құйрығын сізден қалмай. Сол жерде қоржыныма енді бардым, қоржыннан сыбызғынау әкеп бердім. Көрді де қараңғыдай қолдан ұстап, жол болар қожа батыр әбден нандым. Кеп қайта орыныма жаттым, сонда қатты ұйықтап жатқан екем төр алдында. Жатар ем көзімді ашып, ұйқылы ояу шешесі жауап салды Нұрилаға. Қарағым мынау келген қонақ бала, жүрген ғой арып ашып айдалада. Көрпемен барда бетін жауып қойшы, тынығып ұйықтап алсын біраз ғана. Нұрила шешесінің тілін алды, қимақшы ағасы үшін шыбын жандай. Жамылған көрпемді ұстап, басқа тартып басымды көрпеменен жаба салды. Апырмау бәйбішенің сөзі қалай, ескіріп дәл өзінің баласындай. Тағы да сөз шықсын деп көзімді аштым, аунақшып жатқандай боп ұйықтай алмай. Қарағым айналайын Нұрила жан, бұл қонақ келген екен ұзақ жолдан. Жатыр ғой ұйқысырап, ұйықтай алмай, тағы да бетін жауып қой дед балам. Қонақтың жолдас емен қасын ерген, жаптысын қалай бетін қандай жөнмен. Ұйықтасын деп аяйсын, бетін жапсып өзіңнің жалғызындай еркелеткен. Қарағым балалықпен барламапсың, жан жаққа көзің салып қарамапсың. Жарқылдап босағадай бір сағым тұрып бетін жап, қайда кетер
бар, кеудеде сөнбей тұғын асылы бар. Бетін жап ана сағымау, қайда кетер қайрат қып, қарсы болсақ соғыс салар. Баласы соны естіп тұрып келді, айтқанын анасының ұғып келді. Көрпемен бетін жауып ай, қолын шымшып сездіріп, енді ашпа деп жүріп кетті. Ажатып түргеледім содан кейін, сөзі де анасының бұлдау биім. Түргеліп киініп абау, тысқа бардым, атымды көрейін деп қандай күйде. Атымды жіберіпті ерін алып, көңіліме қарап дау дейм түйіп алып. Сипасам жоны оттай ау, дуылдап тұр, білмейді ау, шаршағанды ойына алып. Қайта кеп шайын іштім төрге шығып, Нұрила әбден қанған жөнімді ғып. Ауылыңа болыс балаңа мен барайын, беріңіз бастап барар кісі қосып. Бұйырған қоналқаңды дәмді татып, балаңа кісі қосып тапсырайын, жоғыңның іздеп келген жөнін айтып. Сол күні еру болдым демімді алып, қыз қатын сонда келді ау дуылдасып. Барамыз байбачаға бізге алдап, бәйбеше жорған дертті енді алдырып. Бәйбеше айтты барыңдар сендер деп, баратын дайындық жоқ бүгін дейді. Бас болып сіз бармасаң бара алмаймыз, өйткені қой артқан қой сарбаз едік. Бәйбеше қамала бет бармақ болды, мінді де жорға ертеп жүріп кетті. Дуылдап жанның бәрі сонда кетті, Нұрила жан жоқ енді жалғыз қалды. Біз көрдік сыбызғыны түнде қожа, нанайын күндіз көріп тағы және. Жазылса сыбызғадан ағам дерді, мен сендік ат құйрығын ұстасам да. Қоржыннан суырып алып келді, Нұрила көріп айтты енді нандым. Көңілі қуанғандай түрегеліп, толтырып дегенменен қымыз құйды. Кеткендер ереулік ап қайтып келді, дуылдап қыз боз бала үйге кірді. Балдыз боп тиіспекші мені біліп, апама енді тұрып шай бермеді. Нұрила сақи қылып айтты сонда, мақтаушың бәрін бұрын оның қайда. Тұрғаннан қазан бөлеш біз қоюшек, бір күні ол жомарттық құрып қаппа. Өкпелеп ноғайыңа бәрі келді, алмапты алып барған ереулікті. Нұрила қожа менен біліп отыр, ажалдан аман қалған өзі кекті. Сонымен қонақ болдым сол күн кешке, бұйырған қоналыққа жеп жаттым мен де. Берейін кісі қосып деп едіңіз, мен айтым жүрейін деп бәйбішеге. Жарайды кісі қосып берем балам,
көңіліңді малың үшін қылма алаң. Қоржынның мұнда қалып қайтарда алғың, жолыңды қабыл етсін қақта қалам. Қасыма бір кісіні қосып берді-ай, қонақты қарсы алсын деп әмір етті-ай. Ауылы баласының кешегі топ үстіне мені бастап алып келді-ай. Ойладым аттан түсіп бармаймын деп, тәуекел жолымды айтып көрейін деп. Дуылдап тағы үйге толып жатыр, сөйлестіп айқай салдым біреу келді. Сен кімсің біреу келді білмей тұғын, ауылды елді көзге ілмей тұғын. Алыстың адамындай қоқиланып, айқайсап ат үстінен келді тұғын. Ұзақтан жолаушымын келген менде, сұрағанның ауыл жөнін мінін бар ма? Іздеген жоқ жоғалтып жалғыз жүрген, айтайын өз атымды берді қожа. Үй іші сөзімді естіп тына қалдай, дуылда бәрі тысқа шыға қалдай. Сен болсаң берді қожа, жібер бастап келдің бе деп көрісіп қолымды алды. Сен болсаң берді қожа, берді бастап келдің бе көп көрісіп қолымды алды. Тегенемен қымыз қидай толтырып сараяқпен әкеп берді. Қолға алып бірақ ұрттап садып кедім, бәрі де бұлғалай деп көз жіберді. Айтайын мен жөнімді мен жолаушы, шанышқылы шыққан жерім көк бояушы. Үйірін қысырақтың жау қалдырып келіпім еліңізге мен сұраушы. Үйірі қысырақтың 25, қайран ал ойлап кетсем естен кетпес. Қара көк өзі жорға айғырымның, айдасам сойыл салып су төгілмес. Шығыбым сол малымның ізін қу, ер келді сіздің елге шөлден шығып жолаушы. Жалғыз жүр деп көз күлмеді, қалып тұр бұл жалғаннан көңілім суы. Білмеген қайдан білсін ердің жөнін, қоныңыз кешірім қып артық кемін. Аймалыңыз келмесе де бір төлермін, естігендігі сөз ай сыбызғының ай. Ойладым сыбызғымды алайын деп, ысқырып ащы күйге салайын деп. Кешегім менсінбеген би болыстым, малменен соғыстырып қарайын деп. Мен тарттым қатты естіртім малдың күйін, білгенге малдың күйі аса қиын. Шұғылдап қорада қой үйді басты, қой шулап қозы маңырап болдау жиын. Қатын қалаш бәлашаға қойды қуды, тыңдаушы сыбызғыны үйге толды. Тер басып қоңыраттай қасымда отыр, шайқақтап сыбызғыға оқу салды. Екінші және тарттым сиыр күйін, өнердің көрсетуге әрбір түрін. Өкіріп сиыр бұқа үйді басты соғысып, мал мен жастар болдай бейім. Шақырдым және тардып түгелерді, есіктен бозда бота оңды солды. Қарамай қуғанын-ақ бұғраларда, сақылдап көбік шашты үйге келді. Тартып жылқы күйін шуылдады, қуғандай бейне қасқыр шырқырады. Ай соғысып төрт түлікпен қайтар алмай алысып азаматтар ай дуылдадың ай.
Қоңырат болыс айттың ай батыр қожа, зарыққан ауру болдым ау толдау жылға. Күндіз аман түн болса ішім күйіп отырмын кірпі қақпай саратанға. Сонымен бақ салдырдым, балаштырып оқыттым, молдаларға дем салдырып. Келді де ақ киінген бір дуана шық деді, болыс қайдан айқай салып. Батыр бар сыбызғышын берді қожа, іздеп тап жаның үшін не қылсаң да. Тарттырсаң сыбызғысын бір күн тыңдап, обалың менде болсын ау сонан қалсаң. Ей, сол үшін іздеп еді қожа сені, таба алмай алталаштан бәрі келді. Қай жақтан қай ұрудан табамыз деп жиылып топ болып неше күнде. Білмеппіз батыр кепсіз кешемін да. Келіпсіз құдай айда біздің жаққа, жазылып сауыққандай болып тұрмын, сарқып кеп қадалып түргінді жаққа. Тартыңыз сыбызғыны тағы батыр, басыма түссін енді заман ақыр. Жазылсам мал жанымның бәрін берем, жүрсем де таяқ ұстап ой болып бақыр. Ойладым ойладым адам күйін тартайын деп, ысқыртып ащы күйге басайын деп, әйелден жастан ұят өдеп кетсін, біріне бірін жастың қосайын деп, бір-бірін жастар дуылдап құшақтады. Шалген бір қолда қызы дуылдадай отырған, қасымдағы болыс мырза көзінен жасты мала бұршақтады. Қожеке, енді тоқтат сыбызғыны, жастардан әдеп кетіп қызынғаны. Адамға адам күйеу қиын екен, ұялмай шалген бірдің бұзылғаны. Тоқтаттым сыбызғыны осы жерден. Қалың мал аталып тау ескі жолмен 15 ат 15 түйе байлаулы тұр, марқалар марқалыққа бірем деген тоқтаттым. Сыбызғыны осы жерден жазылды, бұл сарқаттың іші кепкен. Той қылды ел шақырып, жазылғанға келді де берді қожай құдіретпен. Сұрады неше түрлі сөздің жайын, толтырам жоғы болса олың қайын. Келсе де келмесе де әй мал табылар, бар меді онан басқа бұйым тайын. Ой болышасың құрбау замандассың, сұрадың өзің ашып сөздің басын. Жүреді мейлен алмай бала жақпай, жұмысым іздеп келгені қарындасың. Қожеке олай болса келген ойың, келіпсіз қызырбастан болар жолың. Шешеме әкемменен ақыла салсаң, шешеміз өзі бастамай қалар тойына. Сонымен шешесінен екісі сапты, өзінің жазылғанына хабарлапты. Бәрі де олай болса мұнда келсін, той қылам толық жұма өзім депті. Біз бардық ауылына баласымен, Ноғайдың алам деген жаласымен. Той қылды толық жұма ат шаптырып, қоңыраттай ақылдасып анасымен. Бұл елдің неше түрлі жүйрігі бар, солардың мақтанышын басасың ба. Қосайын тұлпарымды барып келсін, азамат баланы қой жігіт мінсін. Көмбеде сыбызғымен тосып тұрам, бұрылмай дәл өзімен ой тура келсін. Ат кетті әлгі жерде 100-ден аса, боп жатыр балуан сайыс көп тамаша. Төбеге ат шабардау тосып алып отырды, сыбыз ұстан берді қожа. Қалың шаң келе жатыр қаптай жозып, ысқырды сыбызғыға әнін қосып бұлдырап. Жалғыз қара келе жатыр бурадай құмырауға, көбік шашып шаң болмаса ат қарасы көріндейді отырған сыбызғымен. Ай қожаға кеп тұлпардың көзі келіп ай қарақшыға. Барғанда тұлпар бірге барды созып, қайтарда бірге қайттық, бетті бұрып бұлдырап. Біраздан соң көрініпті, көрінбей кетті бізден ой қараны зөйбі.
Сонымен тойда бітті халық тарқап, жазылды қоңыр аттай дерттен аулақ. Аппақ қып екі үй тігіп еншай беріп көшірді ел жұртымен шығарып сап. Міне соныройдан алған жерім, енді жалғыз ауыл жүрген жолым. Қазақтың жалғыз тайын терлетпеймін, Қытай мен қара қалпақ менің жауым. Жігіттер қонақ болдың дәмін татып, ал енді сөйлесейік жақын тартып. Қай елсің, қайдан келдің, жөніңді айт. Отырдым мен жөнімді ай, бәрін айтып